Бизнес жаңалықтары. Қазақтардың ипотекаға үй алып, несие алып, қораға кіріп жатқанын естіген малдар қораларына еуро жөндеу жасап, жалға беріп жатыр екен. Жарнама, Құдай қаласа, 28 мамыр күні орталық алаңда үлкен жұлдызды футбол. Ол жерде Қазақстанның жұлдыздары мен өзіміздің жергілікті облысымыздың жұлдыздары бәсекеге түседі, яғни күш сынасады. Қазақстан жұлдыздарының дайындығы кім-кімге пас береді, кім-кімнен кейін шығады, және де кім қай жерде тұрады болса, өзіміздің облысымыздың жұлдыздарының дайындығы Мейрамбектен қолтаңбасын алу, Уәлибекпен суретке түсу, және де Ринго тобының киімдерін киіп көру. Тараз қаласының тұрғындарына айтатын тағы да бір керемет жаңалығымыз бар. Ол әрине көке, ал, ыстығыңды баста жөндеп оқы. Су жаңалықтары. Өткенде Шымкент қаласында су тасқыны болды. Соны естіген Тараз қаласының тұрғындарының 20% жүзуге баруды үйреніп жүр екен. Ал 30% өздеріне қайық сатып алыпты. Қалған 50% сол қайықтарды ұрлап кетудің амалын іздестіріп жүр екен. Мектеп оқушылары университетке оқуға түсу үшін ұлттық бірыңғай тест, яғни емтихан тапсырады. Ал емтиханнан кем дегенде 70 ұпай алу керек. Алдыңғы жылдары 40 болған, одан кейін 45, ал соңғы жылдары 50 ұпай болды. Биыл 70 ұпайға да жетті. Сонда не, жылдан жылға мектеп оқушылардың білімінің асып тасып баратқаны ма, әлде білім министрінің балалары мектеп оқып бітіріп қойды ма? Астарын ақтарайық. Криминал жаңалықтары. Бір шенеунік ағамыз өкіметтегі бюджеттен 15 миллион теңге ұрлап Анталияға сотталып кетіпті. Сотталғанын қайдам, бірақ Анталияға 20 жылға кеткені рас. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Құжаттарыңыз? Менде құжат жоқ. Қазір 11-ден кейін құжатсыз жүруге болмайды. Менде жоқ құжат. Жоқ, құжатыңыз жоқ. Аға, жоқ, менде құжат жоқ.